Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Бұл құрақты көрпешеге және де жастықтарға қолдануға болады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, комментарий қалдырыңыздар. Біздің құрағымызға осындай екі өлшемдегі квадрат маталар керек болады. Ең алдымен осы екі квадратты бір-біріне оң бетін беттестіре қойып тігеміз. Тікпес бұрын ортасынан сызып аламыз. Міндетті түрде матаның түгіне қараймыз, түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Дәл осылай сызып аламыз. Және де осы екі матаны бір-біріне беттестіре қойып отырып, мына сызықтың екі жағынан 0,5 сантиметрге қалдырып тігіп шығамыз. Ал енді екінші жағын тігіп шығамыз. Мына жердегі маталарды тігеміз, ал мына төртеуіне тікпейміз. Міне екі жағын тігіп алдық. Енді мына ручкасының сызығы бойынша қайшымен қиып аламыз. Сол кезде бізде тағы да квадрат шығады. Не осындай. Сосын мына артық маталарымызды қиып алып тастаймыз. Енді барлығын осылай тігіп аламыз. Міне мен барлығын тігіп дайындап алдым. Енді орналастырамыз. Тігуге дайындаймыз. Алдымен осы төрт бұрышымызды қойып аламыз. Міне осылай болып шығады. Енді осыларды біріктіріп тігіп шығамыз. Алдымен мына бірінші қатарды тігіп шығамыз. Сосын былайына екінші қатар, үшінші қатар және де төртінші қатар. Осылай рет-ретімен тігіп шығамыз. Алдымен мына екеуін тігіп аламын. Сосын мына екі жағындағын тігеміз. Мына жерден тігіп аламыз. Енді екінші қатарды тігеміз. Ол үшін алдымен мына екеуін
тігіп аламыз, сосын мына екеуін қосып тігеміз. Енді осы екі жағына, осы екі құрақты құрап тігеміз, сосын мына екі қатарды да осылай тігіп шығамыз. Міне осылай құрақтарымыз дайындап алдық. Енді осы тігістерінің бірі-біріне келтіріп тігіп шығамыз барлығını. Міне. Енді осылай тігіп аламыз. Міне біздің құрағымыз дайын болды. Осындай болып шықты. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Енді осы құрағымызды үтіктеп аламыз. Мен құрақты үтіктеп алдым. Қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Тігіп көріңіздер. Бұл барлығына көрпеше, жастық барлығына тігуге болатын құрақ.